Ассалаумағалейкум, қадірлі жерлестер. Сіздермен қайта жүздескенімізге қуаныштымын. Енді бір нәрсені мен түсіндіре кетейін. Осы бір жылдан бері біз сіздермен жүздесе алмай жатқан себебіміз бар. Былтыр өздеріңіз білесіздер, көктем айында Жылой ауданын бір үлкен дүрбелеңге түсірген су тасқыны болды. Су тасқынынан кейін іле-шала өзімнің туған әкем Қалдыбаев Бірімбай дүниеден озды. Ол кісінің бірнеше қаделерін өткіземіз деп жүргенімізде біраз уақыт өтіп кетті. Одан кейін сол су басқыны кезінде біздің творчестволық ұжымның аппараттарымыз іске жарамай қалды. Артынан жиып теріп әйтеуір бір нәрсе қылып сіздермен жүздесуге мінекей сәті түсті. Атақты құрылысшы, Екінші дүниежүзілік соғыстың ардагері Аманбаев Айтқали Ақсақал. Енді Айтқали Ақсақалдың өмір жолыменен сіздерді әуелі таныстырып кетейін. Аманбаев Айтқали Аманбайұлы 1923 жылы қараша айында Жылой ауданында дүниеге келеді. 1931 жылы Орджоникидзе атындағы орта мектепке түсіп, 7 класты бітіре салысыменен Жылой балық кооперативінің бас есепшісінің орынбасары болып қызметке тұрады. 7 класс бітіргеннен кейін байқадыңыздар ма? Не деген сол кездегі еңбек қорлық, не деген сол қазіргі жастарымызға мен осыны үлкен бір мектеп ретінде қайталап айтып отырмын. Содан кейін 1942 жылы мамыр айында бүткіл дүние жүзі аттанған Екінші дүниежүзілік соғысқа аттанады. Армия қатарында жауынгер сауаттылығының арқасында түрлі әскери қызметтер атқарып, алдыңғы қатарлы жауынгер болады. Танкіге қарсы оқ ататын қарудың атқышы болады. 1945 жылы 15 мамыр айында Совет армиясының Москва әскери финанс училищесіне оқуға түседі. Сол жылы училищені жақсы бағаменен аяқтап бір жыл Өзбекстанның Термез қаласындағы әскери бөлімшесінде 1949 жылға дейін әскери қаржы бөлімінің басшысы болып қызмет атқарады. 1949 жылы туған ауылына қайта оралып, біраз жылдар құрылыс мекемесінде жауапты қызметкер жасайды. Қызмет жасай жүріп, Москвадағы бүкілодақтық политехникалық институтының инженер құрылысшы мамандығын сырттай бітіріп алады. Сөйтіп 1969 жылы мамыр айында партия комитетінің шешіміменен Қазақ темір жолының Гурьев бөлімінің 24-ші дистанциясының бастығы қызметіне жолданып, 1974 жылы абыройменен аяқтап шығады. Елеулі еңбегімен көзге түскен басшысы 1974 жылы Ембі аудандық партия комитетінің шешіміменен аудандағы ең үлкен құрылыс мекемесі ПМК 902 мекемесіне басшы болып тағайындалады. Бейбіт заманда атамыз басқарған құрылыс мекемесі Құлсары қаласында тұрғын үй кешендерін, Макаренко орта мектебі, бірнеше балабақша, орталық мәдениет үйі, телецентр ғимараты, құрылыс кешендерін салады. Ауданымызға қарасты Қосшағыл, қазіргі Тұрғызба, сол кездегі коммунизм таңы совхозы, қазіргі Ақкесоғай селосы,
Шоқпартоғай селосындағы 10 жылдық мектептерді салып және балабақшалар салуға қызмет жасайды. Өзіне сеніп тапсырған міндетін абыроймен атқарып, артынан бірнеше жақсы құрылыс мамандарын дайындап, 1983 жылы ПМК 902 құрылыс мекемесін тапсырып зейнеткерлікке қалады. Ұлы Отан соғысы ардагері бірнеше орден медальдары менен Аманбаев Айтқали Аманбайұлы еліміздің бейбіт заманында да халқына адал еңбек етіп, ерен еңбек үшін бірнеше мәрте медальдар мен мақтау қағаздарменен марапатталады. 1949 жылы марқұмның зайыбы Ұмсындық Құттымұратқызы менен жанұя құрып, ұлдары Анатолий, Төлеген және қыздары Бақтыбеке, Сәндібеке, Гүлшат есімді балаларды дүниеге әкеледі. Тек дүниеге әкеліп қоймай, саналы тәрбие, сапалы білім беріп, Қазақ Республикасының қоғамына белсенді араласатын ұрпақ қалдырып кетті. Қымбатты жерлестер, Айтқали Аманбаев ақсақалдың осындай еңбек жолы қазіргі жастарға үлкен сабақ болады деп ойлаймын. Соның ішінде құрылыс саласына жаңадан араласып жатырған жастар болатын болса, ол кісінің жасаған еңбектері туралы көптеген дүние осы біздің ауданымыздың музейінде де бар. Және оның тікелей ұрпағы қазір осы ауданымызда құрылыс саласына еңбек сіңген, көптеген ұжымдарды басқарып, қазір ауданымыздағы бірден бір белсенді бизнесмен Аманбаев Төлеген Айтқалиұлы ағамыз бар. Сол кісіден ол кісінің өмір тарихы туралы білуге болады. Сіздер менің телефонымды білесіздер. 8701 365 12 92. Осы телефонға хабарласу арқылы біздің жасаған материалдарымыз туралы, жасаған кішігірім киноларымыз туралы, документалды фильмдеріміз туралы анықтама ала аласыздар. Енді қазір мен сіздерді сол Аманбай әкеміздің, ақсақалдың ұрпағы кенже ұлы Төлеген ағамызбенен таныстырамын және әңгімемізді сол кісіменен жалғастырамыз. Қадірлі жерлестер, бүгінгі тақырыбымыздың, бүгінгі жұмысымыздың басты кейіпкері Аманбаев Айтқали дейтін ақсақал. Енді сол ақсақалдың кенже ұлы Төлеген деген ағамыз осы Жылой өңірі Құлсары қаласының тұрғыны. Қазір біз сол Төлеген ағамыздың қызметте офисіне келіп отырмыз. Қазір бірнеше сұрақтарымыз бар ағамен. Сосын ақсақалдың өміріне байланысты, жұмысына байланысты да тағы да мол анықтама алатын боламыз. Төлеген аға, сізге қош келдік. Біздің творчестволық ұжым Айтқали ақсақал туралы мына Жылой өңірінің жастарына, біздің осы Жылой өңіріне еңбек сіңген азаматтар, азаматшалар туралы жастарға таныстырмақ мақсатымыз еді. Сол мақсат бойынша бүгін сіздің офисіңізге келдік. Тақырыбымыз Екінші дүниежүзілік соғыстың ардагері, өз ісінің шебері, атақты құрылысшы Аманбаев Айтқали ақсақал, сіздің әкеңіз. Енді сол кісінің өзіңіздің отбасыңыз туралы, отбасында қанша ұл, қанша қыз тәрбиеленді, қандай білім алды, сол жөнінде бізге айта кетсеңіз. Рахмет, қош келіп жатсыз. Енді біздің жанұямызда біз 5 бала едік.
үлкені Анатолий дейтін ағам болды, дүние озды, 48 жыл туылған. Иманды болсын. Одан кейін Бақтыбеке дейтін апам бар, аман. Содан кейін мен, Ербаладан, менен кіші екі қарындасым бар, Сәндібеке, Гүлшат атты. Осындай жанұямыз, анамыз Құттымұратова Ұмсын дейтін кісі, осы мына Жылойдың туылған Жылойдың азаматшасы. Енді әкемізге тоқтасақ, 23 жыл өмірге келген, сол Жылойда. Өзі бір кездерде Есентемір ауылы үлкен көш болып көшіп атқанда, бір 20 үй Жылойдың үстіме өтіп баратып, сол жерге тұрақтап қалған ғой, қалып қойып. Сол 20 үйдің біреуі біздің ата-бабамыз болған. Аманбай дейтін атамыз сол жерде өмірге келген. Содан тараған ұрпақтарымыз ғой біздер енді. Дұрыс-ақ. Енді ақсақалдың жолын қуып, осы құрылыс саласында мамандық алған сол ұрпақтардың ішінде бар ма? Енді құрылыс саласында еңбек еткен ұрпақтардың бірі мен. Дұрыс айтасыз. Иә. Негізі үлкен ағам Анатолий осы Құлсарлық техникумды, кешкі техникумын бітіріп, транспорт саласында еңбек еткен көп жыл. Соңғы жылдары мына Кірну дейтін мекемеде мекеме басшысының орынбасары болып, транспорт пен снабжениенің курьер еткен, бай орысша айтқанда. Сол жерден зейнетке шыққан екен ғой. Сол жерден зейнеткерлікке қалды. Апам Бақтыбеке темір жолшы, Ташкентский институт транспортына бітірген, көп жыл темір жолда жұмыс жасаған. Ақсақал тағы бір ізін қалдырған екен ғой. Енді ол кісі де термезде істеді ғой бір кездерде, Өзбекстанда. Жоқ, әкем Өзбекстанда әскері қатарында офицер болып еңбек етті. Службада болды. Ол офицерлік болғанда 45 жылы январьда, қаңтарда соғыс біте келгенде командованиенің несімен Москвадан военный училище бітірген. Офицерский. Финансист болып. Сол училищені бітіре келіп, бір жылдай Белоруссияда формированияда болып, сосын сол полк дейді ғой енді, армейский бөлімшенің полкі мен Термез дейтін қалаға службаға кеткен, дислокациясы. Сол жерде 51 жылға дейін службада болды. Финансист болып. Начфин болып. Содан демобилизация етіп, елге қайтып, семья құрып, сосын Московский Всесоюзный политехнический институт дейтін құрылыс маманы, инженер құрылысшы болып оқуға түсіп, сол оқуын бітіріп, елге қайтып келіп, сол құрылыс мекемелерінде, құрылыс саласында еңбек етті. Мен өзім енді құрылысшы болып жүргенім, негізі Саратовский политехнический институтты бітірдігенмін, дневной отделениесін, транспорт саласынан. Бірақ осы Теңізмұнайгаз дейтін компанияда жұмыс жасағанымда, енді жұмыстың несі солай болды. Дұрсу дейтін мекемеге бір кезде басшылық еттіңіз? Басшылық еттім. Содан құрылысшы болып шықтым, енді құрылысшы болып еңбек еттім. Өте жақсы. Мен енді ақсақалдың осы аудан көлемінде мынау оқу орындары, мектептер, балабақшалар, қаланың ішінде мәдениет үйлері, тағы да мектептер, бірнеше нысан салып, сол кісінің тікелей басқаруыменен сол ПМК-ның жасаған құрылыстарын білем. Енді мен сізден білгім келіп отырғаны, осы өзіңіз білесіз, мынау Аралтөбе дейтін жер бар. Сол Аралтөбенің тарихы туралы айтып берсеңіз. Мен естуім бойынша сол Аралтөбенің
құрылысына да ақсақал қатысты деген әңгімені естіген, бірақ оны мүмкіндік болып, егер сіз есіңізде болса, соны сіздің аузыңыздан естісек. Иә, ондай мезгіл болды. Менің әкем сол мына Аралтөбенің басында поселок энергетик дейтін құрылысына тікелей араласқан адам. Сол жерде начальник участка болып құрылысын жүргізген, ұйымдастырған. Ол енді бір кезінде ертеректе Сталиннің өзінің тікелей указымен Совет үкіметінде жер-жерде освоение малых рек дейтін программа болған. Иә, кіші өзендерді игеру. Кіші өзендерді игеру, қазақша айтқанда. Біздің облыста ондай өзен, 3 өзен бар. Иә. Кіші өзенге жататын. Соның бірі мына біздің жем өзені. Сол енді ойылда емес, сағызда емес, жем үйлеседі деп, соған сол Аралтөбенің тұсында жемнің бойына үлкен плотина салмақшы болған. Оның проектісін Ленинградский проектный институт жасап берген. Проектісі дайын болған. Сол проект бойынша алдыменен жаңағыдай поселок тұрғызу керек болды. Дұрыс-ақ, рабочиларға арнап. Иә, сол құрылысты жүргізетін құрылысшыларға арналған поселок. Сол жерде кішігерім бір поселок салынды. Түгелмен салынып, ол тапсырылып, оны қабылдаушы мекеме, дирекция строящих объектов дейді, солар қабылдап алды. Ол жерде мен бала кезімде өзім әкеммен бірге барып жүрдім. Ол жерде бір 4 па 5 па 2 қатарлы жилой үйлер болды. Иә, менің де бала кезімде есімде, бұл ана коммунизм таңы совхозының ар жағында ғой. Иә, біз бала кезімізде сол жерде болдық. Жемнің жағы. Енді толық үйді көрмесек те, бұзылған үйдің орындарын мен көрдім. Жоқ, мен кәдімгі толық салынып болғаннан кейін, ол кәдімгі благоустроенный городок энергетик деген не болды. Өзінің конторасы бар, клубы бар, детский сады бар, сондай немен есеппен салынған. Артынан енді бұл жем өзенінің суы жетіспейді екен, гидроэлектростанцияда бұл құрылыс тоқтатылды. Ары қарай қаражат бөлінбегесін бәрі қалды. Ондай бір үлкен іске әкеміз атсалысты, иә, басшылық етіп. Енді ақсақалдың жай ғана құрылысшы емес, ол кісі бір кездерде өзіңіз білесіз, осыдан 2 жыл бұрын еске алуын жасадық қой ақсақалдың. Сол кезде ақсақалдың бір 5 жылдай мекен темір жол саласында істегені айтылды. Оның үстіне ол кісінің бір нәрсе есінде болса, өмір бақи жатталып қалатын, сондай бір жақсы бір есте сақтау қабілеті, сосын мынау кімнің қай жерден шыққаны, қай рудан қанша адамның тарағаны жөнінде бір жақсы бір шежірелік қасиеті бар деп айтып едіңіз. Сол жөнінен айта кетсеңіз. Иә, 5 емес 7 жыл ол кезде енді бәр мына жұмысты тапсыратын, жұмысқа қоятын райком партия ғой. Иә, партия үйімі ғой енді. Партия үйімі. Райком партияның тапсырмасымен сол темір жолда НГЧ 24 дейтін мекемеге басшылыққа жұмысқа тұрған әкеміз. Ол жерде енді темір жол жаңадан ашылып жатқан бір үлкен сала. Өз алдына былай айтқанда жартылай әскери, жартылай гражданский мекемелер тікелей Алматы, Москваға бағынатын. Үлкен жұмыстар өз жерде де менің әкем атқарды. Ең қазіргі бір күрделі маңызды жұмыс темір жол поселкісі, вокзал. Бүкіл поселкеде газ болмаған. Газ жоқ, 2 қатарлы үйлер газсыз тұрған. Котельный бәрі жағы көмірмен жанады. Соған менің әкем өзі Алматыдан неден сол финансированиясын аштыртып, газопровод тартқызған. Құлсарыдан ары қарай мына ескі Құлсарымен, далалықпен траншея аздыртып, соған көп материал әкеліп тұруға. Сондай бір үлкен жұмыс өткізді. Сол бір
өзі жаңа жылға дейін халыққа газ береміз деп сол срогына бәріне уақытында үлгеріп газды берді халыққа. Поселокты түгел газифицировать етті. Енді жаңа шежірелігіне келсек, әкеміз енді туып өскен жері Жылой, айнала әртүрлі енді рулы адамдар бар ғой енді. 12 ата байлы ғой. 12 ата байлы, онсақта кірмек келмектер бар. Көп адамдармен кездескен, көп адамдар таныған. Дәмдес болады, дастархандас болған. Мына Жылойдың айналасындағы осы Атырау төңірегіндегі біршама жерді әкеміз білетін еді. Біршама адамдар келіп, бұрынғы ағайын тумалынан үзіліп қалған сондай несін іздеп, қай жерден кім шыққан, қай рудан екен, соның бәрін мен папамнан сұрап кететін еді. Осы сондай адамның бірі Шабақ дейтін бар. Лабақұлы Шабақ. Лабақұлы Шабақ. Біз жұмыстас болдық. Біз МГД-да пенсияға шықты ғой. Теңіз мұнай-газда жұмыстас болдық. Теңіз мұнай-газда болды. Сол кісі көп келіп жүріп, өзінің әкесі семьясы туралы, ағайын тумасы туралы көбірек білгісі келген ғой. Тағы да сондай адамдар көп болды. Жалпы. Сосын Жылойдың айналасында әңгіменің бәрі жақсы білетін еді. Жылойда қандай адамдар тұрған. Ол мына біздің Құлсары қаласында Жылойдан шыққан әкемнен басқа Ізбасов Шапиқ кластасы, құрдасы, кластасы бірге оқыған. Сосын мына Орынғалиев Айекең бір құрдасы класы. Сосын ана Құлетіп Қосай дейтін кісі кластасы. Сондай кісілер болды ғой. Сосын мына Завершенская Мира Петровна дейтін бәрі бір мектепте оқыған. Мира Петровна енді кішкене төмен класста оқыған шығар кейінгі. Бірақ бір-бірімен өте жақсы сыйластық, қатынастық неде болды. Сосын ана Шоқпартоғайда тұрған Жанаш ағай. Иманды болсын. Ұстазымыз. Сол кісілер бәрі бір қатар өскен кісілер ғой енді бір кезде. Жақсы, көп рахмет Төлеген аға. Енді біздің негізгі мақсатымыз аудан осылай тек аспаннан салбырап түсе қалған жоқ қой. Ол кезде мынау интернеттің жоқ заманы, телефон біреудің үйінде болса, 10 кісінің үйінде жоқ заман. Соғыстан кейінгі жылдарды біз білмегенменен сол біздің әке-шешелеріміздің айтуынан білеміз, қандай қиын қыстау замандар өткенін. Соның барлығына мойымай, ол соғысқа тек барып соғыстап жауды жеңіп келдім деп шалқасынан жатқан жоқ, келе салып сол қайта қалпына келтіру жұмысына араласты ғой енді көпшілік әкелеріміз. Соның ішінде енді сіздің әкеңіз Айтқали Ақсақалдың жасаған еңбегі ұшан теңіз деп айтуға болады. Енді замандастарынан бөліп ол кісіден бір аңыз адам жасағым келіп отқан жоқ, дегенмен ол кісінің жасаған еңбегі қазіргі жастарды таныстыру бізге мақсатымыз, қазіргі жастарға таныстыру. Сосын енді өзіміз жаңа сөзімізде айтып кеткендей, ол кісінің тәрбиелеген шәкірттері, мысалға Жақсылық Сәрсенов ағамыз. Одан кейін анау Балжігітов Қайыржан, Әбілдиев Кеңес, оның бер жағында Бақтыбаев Қайырғали көптеген шәкірт тәрбиеледі ғой. Сол шәкірттері кейіннен ол кісінің өмірін жалғастырды. Сол азаматтардың қай-қайсысы да бір мекеменің басшысы болды. Сол біраз қызмет етті. Ішінде жас кетіп қалғандар да бар. Мысалға Кеңес ағамыз ертерек өтіп кетті дүниеден. Енді меніңше қазір қалғаны сол жастардың ішінен Балжігітов Қайыржан дейтін ағамыз. Енді ол кісінің қазір құрылыс маманы, бизнестің қайнап тұрған мезгілі, ол кісімен бір-екі рет тілдескенмін. Сосын сіз сияқты осылай ақсақал туралы интервью алғым келді, бірақ ешқандай мүмкіндік болмады. Енді қызмет бабымен бола алмай қалды. Бір кездескенімізде бір денсаулығына байланысты маған ондай мүмкіндік болмай қалды. Дегенмен ақсақалды сондай бір
көріп кел деп айтып отыратын. Сондай өзінің қарамағындағы қызметкердің бір қарағанда сол жігіттен қандай құрылысшы шығатынын ақсақал айтып отыратын еді дейді. Сосын ол кісінің бір жақсы қасиеті ешкімді әкеден, анадан балағаттап ұрыспайтын дейді. Жай майпаздап отырып түсіндіріп, не болғанда содан жақсы азаматты тәрбиелеп шығаратын дейді. Енді ақсақалдың өмірінен біраз анықтама алдық, аға. Сізге көп-көп рахмет. Енді біз осындай елге қызмет еткен әкелеріміз туралы, аналарымыз туралы осындай дүниелерді жасап жүрміз. Осы Айтекеңнің өмірін жалғастырып отырған, оны соған лайықты қылып жалғастырып отырған, өзінің артына бір жақсы ұрпақ қалдырған үшін де ақсақалға біз тағзым етеміз. Көп-көп рахмет. Амандықта жүздесейік. Басымыз аман, деніміз сау болсын. Құрылысты сала беріңіз. Біздің Жылойдың халқы қызығын көре берсін. Сіздерге рахмет. Енді ол расымен де Жылой бір өзінен өзі өніп шыққан жоқ қой. Құлсары қаласында бір кезде әртүрлі жан жақтан келген адамдар қызмет етті. Бірақ соның ішінде көбінесе осы өзіміздің жергілікті адамдар, былай қарасаң, осы жерді көркейтеміз деп, осы жерге ұрпақ өсіреміз деп, артымыздан бір із қалдырамыз деп, солай еңбек еткен адамдар ғой. Сөздің ішіне керек, мысалға мен тек менің әкем демеймін, бірақ сол менің әкемнің замандастарының көрген қиыншылықтары, көрген жаңағы нелері біз үшін бұл бәрі бір үлкен бір мектеп, бір жағынан. Біз ондай неден өткен жоқпыз. Біз бір жай рахаттық мезгілде. Біз дайынға келдік қой дүниеге. Біз былай қарасақ, бір тегістік мезгілінде, тыныштық мезгілінде өмір сүріп келе жатыр. Олар дейтін енді 23 жылдан бері есіне келгенше де былай қарасаң, жаңағы бүкіл мына итіс тартыс дағдарыстан өтіп тұр ғой. Дұрыс айтасыз. Жаңағы коллективизация дейді, аштық дейді. Одан кейін соғыстан кейінгі қаншама қиындық. Менің әкем айтып отыратын еді, 42 жыл соғысқа шақырылды. Менің әкемнің ағасы Аққали дейтін кісі 18 жыл туған, сол соғыстан жоқ болып кетті. Хабар ошарсыз кетті. Хабар жоқ. 42 жыл әкеміз соғысқа шақырылғанда 2 апта Орынбордың қасында Тоцкий полигонда жаңағы учение дейді ғой, кішкене ағаш соғысқа дайындық қой. Дайындағанда тек эшелонға тиеп Сталинградқа айдаған болды. Өзі айтып отыратын еді, біздің алдымызда білмеймін рас па өтірік па 5 эшелон сөйтіп дайындалып кеткенде 5 эшелон солаймен жойылып кетті деп. Енді отқа барып түсті ғой енді. Тек әкеледі, 2 апта дайындайды, эшелонға тиеді, алға отқа түседі. 6-шы эшелон болды, біздер барғанда кішкене басып немісті. Саябырсыған мезгіл. Содан өтті. Жалпы соғыс жайлы әңгіме айтқысы келмейтін еді. Айтпайды да еді. Айтатын тек соғыс деген бір жатқан азап. Ең ауыр қара жұмыс қандай, сол ең ар жағында азап. Қызығатын айтатын ештеңесі жоқ. Соның бәрінен аман есен өтіп, ешқандай адамгершілік қасиетінен айырылмай, бәрімізді өмірге әкеліп, өсіріп, өндіріп, нетіп отырған адамдар ғой. Ол жалғыз менің әкем емес, қатарында қаншама азаматтар сөйтіп өмір сүріп жатыр. Солай өмір сүріп өтті. Ал сізге рахмет. Көп рахмет, аға. Әкемді ұмытпай, бір еске алып отқандарыңа. Рахмет. Саушылықта кездесейік. Қадірлі жерлестер, келесі эфирде кездескенше аман сау болайық. Біздің жасаған осындай дүниелеріміз туралы бізге хабарласыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Өздеріңіз ойларыңыз болса айтып отырыңыздар. Телефон экрандағы астында көрсетіледі. Рахмет, сау болыңыздар.